Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл. Осыған орай Ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестігі 30 қадам ізгілікке атты челлендж бастады. Нәтижесінде белсенділер күнделікті әртүрлі ұйымдарға барып іс-шаралар өткізеді. Бүгін челлендждің алғашқы күні. Бірлестіктің белсенділері алғашқы игі істі Арман балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында бастауды жөн көрген. Олар тәрбиеленушілермен ойын ойнап, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 30 қадам ізгілікке атты 30 күндік челленджіміз басталды. Осы челленджі біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына арнап жатырмыз. 30 күн ішінде бізде әртүрлі бағыттағылы қайырымдылық акциялар өткізіледі. Оның ішінде асар, қамқор акциялары бар, және де осы эко-акциялар бар. Иттерге, біздің үй жануарларына көмек ретінде белый бим акциясы да ертеңге күнге ұйымдастырылуда. Біз осындай қайырымдылық акцияларды жыл бойында өткізіп келеміз, бірақ осы жыл біз үшін ерекше болғандықтан, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жыл толғандықтан, біз осындай 30 күндік 30 қадам ізгілікке атты челленджді ұйымдастырдық. Жалпы Арман балаларға арналған әлеуметтік қызмет көрсету орталығының құрылғанына 25 жылдан асқан. Бүгінде мұнда 6 мен 18 жас аралығындағы 14 тәрбиеленуші бар. Бүгін бізге Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері келді. Олар бізбен түрлі қызықты ойындар ойнады. Біраз сергіп қалдық. Негізі бізге қонақтар жиі келеді. Олар да біздің көңілімізді көтеріп сыйлықтар береді. 30 қадам ізгілікке челленджі наурыздың 1-іне дейін жалғасады. Бұл іс-шара қос бірдей мейрамды қамтиды. Ол алғыс айту және 1 наурыз мерекелері. Ақжүніс Мұқатай, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.